Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте оңай, дәмді, қолжетімді заттармен торт жасайтын боламыз. Бірінші торт жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Одан соң айранымызға 1 шай қасық содамызды салып, осылай көпіршітіп араластырып аламыз кішкене. Одан соң құйып, тағы да біркелкі массаға енгенше араластырамыз. Ал енді сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, біркелкі масса жасаймыз. Қамырдың қоюлығы осылай болып шығады. Одан соң біркелкі етіп, 2 ыдысқа бөліп аламыз. Біреуіне какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді формамызға салып, құйып аламыз. Біркелкі етіп, барлық жеріне жайып шығамыз. 180 градуста 10 минут шамасындай пісіріп аламыз. Міндетті түрде қарап тұру қажет, әр адамның духовкасы әр түрлі. Енді крем үшін қаймаққа сахарная пудраны салып, жақсылап араластырамыз. Бұл біздің креміміз болады. Біздің бірінші коржымыз дайын. Енді екінші какао қосылған массамызды құйып, тағы да осылай 180 градуста 10 минут шамасында ұстап аламыз. Міндетті түрде қарап тұрыңыз, күйіп кетуі мүмкін. Ал енді осылай ортасынан бөліп, шеттерін кесіп аламыз. Ол кескен жерлерімізді бетіне ұнтақтап жабатын боламыз. Ал енді осылай корждарымызды үсті-үстінен жинаймыз. Бірінші ақ коржымызды, одан соң какао қосылған коржымызды 4 қасық кремімізден салып, жайып шығып, осылай үсті-үстінен жинап шығамыз. Енді үстінен үгітілген коржымызды сеуіп шығамыз жан-жанына барлық жеріне. Сонымен біздің тортымыз дайын. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып алсаңыз, кремі сіңіп, әдемі болып шығады. Мен бұл жерде салмадым, жасап бола салысымен кесіп жатырмын. Сондықтан менде кремі әлі сіңген жоқ, бірақ сонда да өте дәмді болып шыққан. Коржы өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, еш өкінбейсіз деген ойдамын. Егерде осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.